Эділ Сүргеншбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектептің бастауыш сынып мұғалімі Оразбаева Қызғалдақ Болатқызының 4-ші А сыныбына арналған әдебиеттік оқу пәнінен сынама сабағы. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Көңіл күйлерің қалай? Бүгінгі алғашқы сынама сабаққа дайынбыз ба? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы туған жердің табиғатын аялаймыз. Сабағымыздың мақсаты оқылған шығармадағы оқиға жүйесін анықтап, оны бөліктерге бөлу, әр бөлікке ат қойып жоспар құру, эпизодтар мен оқиғалардың негізінде жатқан маңызды тұстарын талдау және салыстыру. Балалар, табиғат дегенді қалай түсінесіңдер? Әркім өз ойларын айта қойсыншы. Дұрыс айтарсыңдар, балалар. Табиғат дегеніміз ол ай, күн, жұлдыз, аспан, яғни бізді қоршаған ортаның барлығын табиғат дейміз. Ендеше осы табиғатты қалай қорғаймыз, балалар? Мына көріп тұрған екі суреттің біріне, балалар, ормандағы оқиға деген тақырыпта шағын ғана әңгіме құрастырып айта қойыңдар. Бүгінгі жаңа тақырыбымыздың авторы Сұлтан Қалиев. Сұлтан Қалиев ақын, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданында дүниеге келген. Шығармашылығы негізінен балаларға арналған. Ақынның сыныққа сылтау, ғажайып тас, кішкентай агрономдар, тағы да басқа өлеңдер жинағы бар. Қандай болып өсеміз? Сұлтан Қалиев. Табиғатты сүймейтін баланың көп кеселі, ол обалды білмейтін тас жүрек боп өседі. Дегенді оқып бірдемен жиіледі тынысым, жоғалғандай бірдеңем, кетті мүлдем тынышым. Бұл табиғат деген не? Жұрттың емдер кеселін, оны жақсы көрем бе? Қандай болып өсемін? Табиғатты білемін, ауа, су, жер, күн, аспан, жан-жануар, гүл, егін, көкжиекке ұласқан. Қалса жерді қар басып, сақылдап қыс қысқанда, қалмасын деп қарны ашып, жем шашамыз құстарға. Өзінше бір күй, дастан, сайрағаны құстардың, жыл 12 ай тынбастан, тыңдауға оны құштармын. Енді балалар, дәптермен жұмыс жасаймыз. Бұнда екінші тапсырманы орындайық. Пілдің рөліне еніп, балаларға хат жаз. Яғни мына екінші суретте пілді көріп тұрсыңдар ғой. Балалардың жанып кеткен отына суын шашып сөндіріп жатыр. Енді сол піл болып өздерің балаларға хат жазыңдар. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Ол үшін табиғатты қорғау үшін әр маусымда не істейміз? Соны айтайық. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді әртүрлі смайликпен немесе сөздермен жібере қойыңыздар.